Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғарыш кеме, космический корабль. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Арнайы, специально, тар, тесно, шақырым, километр, оралу, возвращаться, салмақ жоғалту, терять вес. Сұрақтарға жауап бер, ответь на вопрос. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ғарыш кеменің іші қандай? Онда не бар? Ребята, как вы думаете, что есть внутри космического корабля? Ғарыш кеме қандай жылдамдықпен ұшады? И какой скоростью он летит? Ғарышкерлер неліктен қабырғаға байланған арнайы қапта ұйықтайды? Почему космонавты спят в специальном мешке? Бақыттың қойған сұрақтарына жауап тауып оқы. А теперь найди ответы на вопросы Бақыт. Мынау ғарыш кеме, ол 1 минутта 600-700 шақырым биіктікке көтеріледі. Ғарыш кеме жерге қайтып оралады, бірақ зымыран жерге қайта оралмайды. Ғарыш кеменің сыртында адам өмір сүре алмайды. Ғарыш кеменің ішінде де біраз қиындықтар бар. Ғарышкерлер ауада қалқып жүреді. Ол жақта барлық зат салмақ жоғалтады. Ғарышкерлер арнайы қапта ұйықтайды. Ұйықтау қабы қабырғаға байланып тұрады. Это космический корабль. За 1 минуту на 600-700 километров поднимается. Космический корабль возвращается на Землю, но ракета не возвращается на Землю. Жизнь человека вне космического корабля не может быть. Даже внутри корабля есть некоторые трудности. Космонавты плавают в воздухе. Там все вещества теряют вес. Космонавты спят в специальном мешке. Спальные мешки прикреплены к стене. Үшінші тапсырма, сөздердің түсіндірмесін қарсы бағаннан тап. Найди объяснение во втором столбике к первому столбику. Мысалы, оралады, қайтып келеді. Шақырым, қашықтық өлшемі, арнайы, әдейі, салмақ жоғалтады, жеңілдейді, тар, өте кішкентай. Төртінші тапсырма А. Қарсы мәнде сөздерді тап. Найди антонимы. Ауыр, жеңіл, алыс, жақын, тар, кең, биік, аласа. Төртінші тапсырма Ә. Сөйлемдерді оқы, сөздерге қосымша жалға. Добавь к словам окончание. Ғарышқа зымыранмен ұштым. Ғарышкерлер арнайы қапта ұйықтайды. Ғарышкерлер ауада қалқып жүреді. Ғарыш кеме 4000. Есте сақта, запомни. Ғарышкер зымыранмен ұшты. Ғарышкер ғарышқа ұшты. Ғарышкерлер ғарышта болды. Ғарышкерлер айды көрді. Ғарышкерлер ғарыштан оралды. Ғарышкердің арнайы компьютері болады. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.